Ассалаумағалейкум. 37 және 40 жасты тойлауға болады ма? Кафеге 40-50 адам шақырып дейді. Алтыным вообще тойлаған халқым айтыр. Құдай өз пейілдеріне берсін. 40-қа келсе де тойлап, түгі жоқ болса да тойлап, кредиті ағып жүрсе де, қарызынан қарыз болып қашып жүрсе де тойға барып баратын айтып, көйлекті біреуден қарыз қалып береді ше деп сұрап алып, біреудің костюмін сұрап алып, төплей сұрап алып тойға барған қазағым ай. Айналып кетейін, Құдай осы пейіліңнен айналдым. Шашылып жүрген қазағым ай. Осы қазақтың басын қалай біріктірем деп арыстар кетсе, одан кейінгілер қалай тойды тоқтатамыз десе, кейінгілер наоборот той жасап, қазақты бүкіл халықты тойдың ішіне қарап, өздері Қазақстанды тонап бітіріп, сонымен өзіне қалды өз. Ай, жарығым ай. Той не өз, айтшы сен. Мен саған түсіндіріп берейін, өз той не? Той, сенің тойда селкілдеп, әйелің екеуің кетіп, қолыңды шығарып, күшті болып ортаға шығып билеуің емес. Ешкімге айтпай құшақтасып еді, қалай еді ана Жасұланның хит өлеңі. Қасыңда қалыпсам бола ма деп өзіне айтып қалыңыздар, ойласаңыздаршы өзі. Сөйтіп қасында қалып, сол аңылсап билеп, соған құлап, мәз болып, тиктокқа шығарғаныңызға мәз боласыз ба? Не ол? Тойлап біттік қой өзі, айналайын. Той деген балаңның амандығы емес па? Той деген деніңнің саулығы емес па? Той деген қазаққа жәрдемші болсаң, той емес па? Көрші қолаңға сол тойдың ақшасын бөліп берсең, жағдай жоққа, той емес па? Той біреудің мұңын бөліссең, той емес па? Құдай қосқан жараңды жылатпасаң, сол той емес па? Әке шешеңді құрметтеп, тойға кететін ақшаны қалтасына салып, Мекке Мәдинаға ұшырып, одан қалса Занзибарға ұшырып, Мальдиваны бір көрсетіп, Анталияны екі көрсетсең, той емес пе сол? Құдай қосқан жарың саған түгің жоқ кезде келіп, енді қазір қалтаңа 5-10 теңге түсіп, оның жартысы кредит, сөйткен кезде саған бөлісіп берген әйеліңді апарып ел көрсетіп, жер көрсетіп, аузында бір тісі қалған жоқ қисайып, сенің балаң туам деп, соны аузына тіс салып берсең, сол той емес пе? Балам ертең тағдыры не болады екен, күнде ақша болмайды екен деп, сол ақшаңды жинап қойып, бір банкіге бір жерге инвестиция қылып салып, соны ертең көбейтіп, ертең мен бұл өмірде болмай қалсам, мына нәсіптерің болсын айналайын, сендерді бастарыңды біркітіп бір жақсылыққа жол болсын десең, жақсы емес пе? Үйіңде адам сияқты дәрет алатын туалет жоқ. 80 сантиметр жерде туалет тұр, раковина тұр. Дәрет алайын десем, аяғымды көтеріп 80 сантиметрге салатын маған қиын. Адам сияқты унитаздың қасына, унитаз бар шығар, енді жеткен шығарсың, жетпесең онда вообще той не тең. Егер унитазың бар болса, қасына аяқ жуатын, дәрет алатын құман емес, беде деген бар, соны қойып бер, шланғы қойып бер бүйтіп, жуатын әуретін. Сол жоқ үйіңді, өзің қаңғып тойда жүрсің, ресторанна той теңін тегін қазағым ау. Адам сияқты киетін киімің жоқ, аяғынан сыз өтіп туфлиіңнен балаларың аяғы сыздап су болып жүрсе, ағайыныңның, апаңның баласын оқуға жіберейін десе, аяғына киім таппаса, школьный форманы ала алмаса, мешітті аралап жүрсе, балама портфель алып бер деп, сен тойлап жүрсең, қалай болады? Қайтесің сол 40-қа келген тойды? 40-қа кеп, ортасында орда алып, 40-қа қамал бұзатын кезің ғой. Сол тойды Құдай қазаққа жақсылық жасасаң, бүкіл қазақ тойлайды сен үшін. Аруағың тойлайды. Домалап, ата-бабаның аруағы жәнетке кіріп кетеді, сен жақсылығыңнан. Сондықтан дұрыс нәрсеге жұмса. Кішкене 5-10 теңгең бар болса, маған бер деп атқан жоқпын ғой, сен ренжісең болады, маған бер деп атыр деп, молда ақша сұрап атыр. Жоқ, өзіңе, балаңа, болашағыңа жинап қойшы. Керек болады, сенде болса, елдің аузына түседі сол. Ертең ақша түсе бермейді, бір күн ақша тоқтайды. Қандай бай болсаң да тоқтайды. Сол кезде битеп сүмірейіп, баяғыда бай болғам, баяғыда генерал болғам деп былшылдағаның не пайда? Қалшылдаған уақытың қазір. Қалшылдаған кезінде жарамасаң, былшылдаған уақытыңда жабысасың дейді. Болды ғой тойлап, 30 жыл тойладық, не шықты? Байығандарайды, сүмірейгендер сүмірейді, адам сияқты квартира жоқ. Айтылың ба, дәрет алайын деп бір үйге көрсең, полотенце жоқ үйінде. Не той, не тең жан. Одан қалса қымбат
Айылыңа косметика бер. Саған жақсы жерге дейін. Сол бүкіл кеткен ана ақшаңа айылыңа гүл әпер. Гүл әпер, сол лайықты гүлдің ішінде жүрсін. Гүл жүрегі гүл болып. Косметика әпер. Күшті. Луджоныңкін, мяу-мяудыкін. Енді мен корейскийлерді айтып адым. Ана европейскийді ламерді айтып атқан жоқ мен әлі. Мен бер жағын айтып адым. Пайдет сол. Енді Арифлеймді жағып бітті ғой енді. Арифлеймден басқа енді Шведтен жоғары көтерілетін тұсың болған шығар. Енді ақыр той тойлайын деп атсың. Кішкене көтер әйеліңді. Соған денеңе өзің жақ, лосьон жақ көріп пе өз денең. Өмірде бір шампунмен аяғыңа дейін жудың ғой енді. Лосьон для душа деген болады. Соны жақ, соңмен парфюмированийлерін жақ, соңмен адам сияқты бір денеңді релакс алсын да, тойлағанда не пайда?